Қайырлы күн, аман есенсіздер ме? Қымбатты қазақ елі, менің көрермендерім, барлықтарыңыз аман есенсіздер ме? Мына оразаларыңыз қабыл болсын. Тағы да биылғы жылғы ораза өте жеңіл, жақсы өтіп жатыр, Аллаға шүкір. Бүгін міне бір бауырдан тағы бір қызық тамақ жасайын деп жатырмын. Бұған керекті өнімдер міне үш май, чеснок, міне көкшектер, тәтті пияз, бір тал қияр. Алдыменен мына бауырдың керек емес жерлерін алып тастаймыз. Бауырды орташа етіп тураймын. Орташа төрт бұрыш тепсем болады. Өте кішкентай емес, өте үлкен емес. Кей кезде бір өзім кішкене енді Алладан қорқамыз ғой. Осы тағам жасап, неше түрлі осы тәтті, мәтті тағамдар жасап, жарыс болып кетті. Бұл қалай болады екен деймін. Енді мына өмірдің талабы солай болды ғой енді. Енді менің видеомды көріп қана қоймай, соны жасап көрсеңіздерші, жасап көріңіздер. Менің видеомды көбінесе орта жастағылар көреді. Жастар аздау көреді. Бауыр деген орысша айтқанда деликатес деп қояды ғой. Бір адамның денсаулығына пайдасы бар. Қан толтырады, гематоген деп қояды ғой бұрындары. Сол қан толтырады және жеңіл қурайды. Және де толып атқан дәрумендік қасиеттері бар. Бұрындары баяғыда көбінесе қуырдақ қурасап, қойды сойып жібере қойып, әкеміз соясап, шешеміз өкпе бауырын алдыра қойып, кішкене етті қосып жіберіп қуырдақ еді ғой. Қазір бауырдан қаншама түрлі тағамдар істеледі. Керемет, енді заманына қарай. Қан толтырады ғой, бұл көбінесе қаннан тұрады ғой. Сондықтан қымбатты менің көрермендерім, айналайын жастар, құр көрмей осыларды істеп көріңдер бала-шағаларыңа. Қазір таза тағам жеуге тырысу керек, тырысамыз. Болашағымызды ойлауымыз керек, онсыз да тағамдардың көбі қоспамен тұрады. Міне бауырды мынандай етіп турадым, енді бұлай шетке алып қояйын. Кезек енді көкөністерге келді. Мына тәтті бұрыш. Мен де тоңазытқышқа тоңдырып қоямын ғой қысты күнге, бірақ мына свежий қазақшасы балғын, сол балғын қосқым келіп тұр ғой.
бір тал қияр, міне қабығын аршымаймын. Міне екі түрлі шөптер. Бәрі описанияда жазылады. Мынау кинза. Укроп та бар міне. Енді мынау езгішпен сол маған ұнайды да, себебі барлық жеріне дәмі жақсы тарайды ғой. Міне барлығын қостым, міне сіздерге көрсетіп қояйын. Енді бұлардың бәрін міне бұна шұңғыл табаққа салам, терең табаққа. Жаңағы бауырға міне тураған көкөніштерін бәрін салдым. Татығанша тұз, енді мынау құрғақ ащы қызыл бұрыш, одан да кішкене салам. Өзіміз енді бір кішкене ащы түстін жақсы көреміз енді. Енді қара бұрыш салайын деп жатырмын. Бірінші рет жасалғаннан кейін міне жасап тұрғаннан кейін қанша дегенмен қандай нәрсені бірінші рет жасағанда кішкене жүрексінесің. Қалай шығады екен? Бүйтіп төрт бұрыштетіп бөліп алдым екіге. Қойдың іш майы, қайтадан сұрап жүрмеңіздер ненің майы деп. Бисмилля деп енді салайын. Бұл да ауыз ашарға жақсы тағам болады. Ауыр келмейді.
Міне енді мен дайындап болдым, енді ешқандай қазанға тура келмей жатыр. Сонда да қазанға саламын. Духовкаға салып пісіруге болмайды ғой, бұның майының бәрі ақып кетеді ғой. Енді бұны міне құрғақ қазан міне. Өйткені бұл өзі май ғой. Білмеймін енді, бисмилля. Жақсы шықсын енді. 4 бұрышты нәрсе керек. Енді бұл духовкаға болмайды. Мынау 4 бұрышты емес, енді солай болып қалайын деп тұр. Іске сәт деп қояйын өзіме өзім. Екінші жағын аудардым. Енді қазанның қақпағын жабамын. Баяу отқа пісіремін. Міне енді жарты сағат емес, 20 минут болды. Менің асым дайын болды. Себебі бауыр деген өте ұзақ піспейді, өздеріңіз білесіздер, қатты қатайып кетеді. Бисмилля деп алайын. Мынау енді сол өзінен шыққан май болып тұр ғой. Бұндай менде екеу шыққан. Қымбатты көрермендер, міне мен бұны алып тастауым керек. Өзін таза құрғақ қазанға пісіруім керек. Қымбатты көрермендерім, пісті, міне көрсетейін сіздерге. Іші соқ мынаның. Өйткені қаншама көкөністер салдым. Міне, ешқандай чекілеу жоқ. Енді өзі анау көкөністердің соғы. Міне бауыр, мен оразамын қазір немерем жеп көрсін. Міне қымбатты көрермендер, міне орама десек болады, рулет деп, міне үш майға оралған бауыр, ішіне көкөністер салған. Онымыз дайын болып, кесіп көрсеттім сіздерге. Сіздер де осындай тағам дайындап, маған лайк басып, осылай істеп көріңіздер. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.